sen kremdeki taraf kötü. Hayırlı günler Dağtagayın. Bugün bana Ökkeдің Şuak günü Şımarma bağımızға kelip oturumuz. Жамбыл облысынан bir top, 80'de Ağda ақсақалдар geldi, жастар geldi. Ziyaret etуге. Мынау енді жаңа Шымыр баба жөнінде айтып жатыр. Шымыр бабаның ұрпақтары жөнінде айта кетейін. Шымыр бабадан тараған ұрпақ Қойгелді батыр, Қосы батыр, Балуан Шолақ, Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Өмірбек Байгелді, Олимпиада чемпионы жақсылықпен біріктіріп шыққан. Осындай керемет міне. Сондықтан мынау бүгінгі іс-шараны жасап отқан темір бабалардың ұрпақтарына рахмет айтқым келеді. Ал енді мынау Шымыр ата қоғамдық қорының алғыс хаты. Құрметті Ержан Бекбауұлы, сізге Шымыр ата қоғамдық қорының жұмыстарына қатысты іс-шараларыңызды белсендіңіз, ұйымшылдығыңыз және ұрпақтар арасындағы сабақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздеріңіздің деніңізге саулық, отбасыңызға береке, жұмысыңызға толағай табыстар тілеймін. Қор төрағасы Есіркеп. Бір енді ағаны айтайын деп отырмын мен де жаңағы. Ағаның жаңағы жазған статьялары мынау Егемен Қазақстан шықты. Мен оны қырқып алып менің кабинетімде бармын, оқығам жаңа. Сондықтан бұл ағамыз ғалым, генерал ағамыз деген осы Шымыр баба көп жұмыс істеп отыр. Сондықтан ағам мынау Абжапарұлын айтайын. Мынау осы жөндеуде басталғанда бір топ ақсақалдар, генерал Демесим деген бар біздің қордың төрағасы. Сол бастап бұл кісінің жаңағы қаланың әкімі кабинетіне келіп, қолдау беріп, сөйтіп бізді даған. Соның сізге мынау рахмет айтқым келеді. Деніңізге саулық, отбасыңызға береке, қуаныш тілеймін. Бердияр Байқонысов деген. Ал енді Бердияр Байқонысов жөнінде біраз айтайын. Білем. Бердияр Байқонысовын 1994 жылы Америкада оқыдық бірге. Bir gazete жаттық. Ол кезде Өзбекстанның Министерство финансындағы Финконтролдың бастығы болған. Көп жылдар қызмет етті. Өте керемет. Тағы бір айта кететіні, Каримов бір кезде министр финанс болған. Сол кезде бұл кісі отдел бөлім бастығы болған. Сол мына осы Шымыр бабаның кесенесін жөндеудегі үлкен қызмет еткен азамат. Бердияр Байқонысов сізге мына алғыс хат міне. Bir жақсылап қошемет көрсетіп қойыңыздар енді ағаларымызға. Алла разы болсын. Ардақтағай мына орынбасар Лештаев жақсы білесіз. Белгілі азамат, ел сыйлайтын, құрметтейтін, үлкен ұйымдастырушы қабілеті жоғары. Бүгін міне өздеріңіздер көріп отырсыздар. Міне осы құрметті орынбасар Лештаев сізге Шымыр ата қоғамдық қорының жұмыстарына қатысты шараларды белсенділігіңіз, ұйымшылдығыңыз және ұрпақтар арасында сабақтастығы нығайтуға үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға береке, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бүгін мен айтайын мен сіздерге. Мынау Байдыбек бабамыздың, Домалақ анамызды жөндеуде үлкен қызмет етті. Мен де атсалысқан Қалмырзаевтың кезінде анау жаңағы Қордайдың жаңағы плиталарын жіберіп отырып мәшінемен. Алланы сол ауданның бір әкімнің орынбасарын бекітіп қойған. Оған звондап мен біліп отырмын. Мәшіне барды ма? Барды. Деп сөйтіп үлкен қызмет еткен. Сондықтан еліңізге саулық, отбасыңызға береке. Егемен елміз. Сол елімізге, халқымызға қажымай, талмай өстіп шапқылап қызмет істей берді.
үлкен рахмет. Мына елдің еңбегін бағалап, осы жерде үлкен марапат жасап жатсыз. Бұл марапаттың орны бөлек, мемлекеттік марапат болады, қоғамдық іштегі бұл марапаттың енді қоразы деп білеміз. 100 жасаңыз көке, Құда қаласа сіз жаныңызда жүреміз, ағайынбыз. Мына енді барша аға бауырлар, Құда қаласа мына уақытында кішкене несі келіп қалған екен, мерзімі. Мынау дәмханаға барып, осы шарамыз сол жерде жалғастырамыз. Мынау тағы баяндамалар, тілектер сол жерде айтылады. Ал ағайындар, сіздерді Өзбегім дәмханасында күтеміз.